Бір күні жан достар Болатбек, Алинұр, Нұртас сабақтан шығып келе жатады. Болатбек, мен кеше бір компьютерлі ойын ойнап көрдім. Онда аз ақша салсаң көп ақша толады дейтін. Сен де ойнап көрсеңші? Нұртас, ол қандай керемет ойын. Онда сен ол ойынды маған үйретші. Көп ақша ұтып алсаң жақсы ғой. Алина, сен де бізбен жүрсеңші. Жоқ жігіттер, мен ондай ойынға сенбеймін. Болатбек, сен де ойнамағаның жөн. Жақсы, мен жай байқап көрмекшімін. Сау бол. Жүр Болатбек. Нұртас Болатбекке қалай ойнау керектігін түсіндіреді. Болатбек анасынан ақша сұрайды. Анашым, менің досым сыныптас болып, досымның туған күніне соған 1000 теңгеден жинап жатыр. Маған 1000 теңге лақтырып жібересіз бе? Бірнеше рет бағын сынап көрген Болатбек қанша ойнаса да ұтылып қалады. Болатбек, ештеңе етпейді. Бүгін жолың болмады, келесі жолы жолың болар. Ақша алып келесі жолы ойнап көріп, өз бағын сынап. Досым, мен ана ойынды ойнап, біріншісінде ұтып, екіншісінде ұтылып қалдым. Және мен анамнан ақша сұрап, сол ойынды ойнадым. Бұл ісім дұрыс болмады. Досым, бұл жасаған ісің дұрыс болмады. Қанеки, мен өзімнің еңбекпен жасаған жұмысымды көрсетейін, жүр. Алинұр бос уақытында әртүрлі материалдан көліктер жасап, сатып ақша табады екен. Бұны жасаған Болатбек, анамның ақшасын қайтарып беретін болдым деген оймен қуанып, Алинұрмен бірге жасайды. Бұл оқиғадан кейін достар жаман нәрседен жиреніп, жақсы нәрсені үйренеді.